Бораттың Қазақстанды әжуалауы осыдан 15 жыл бұрын басталған еді. Борат пен қазақ сөздері тұтас ұғым болып кеткеніне қай заман. Қазақстан емес бізді Боратстан деп танитын болды. Борат 2 фильмі Қазақстан үкіметінің тапсырысы деген сұмдық ойға кіріп шықпайтын сыбыстар шыға бастады. Жүрегі жұртына бұрып тұратын ойы сергек режиссер Еркін Рақышев неге ток-шоуына берген сұхбатында сұмдық мәлімдеме жасады. Бұл киноны Қазақстанмен байланыстырғаны себебі ақшаны Қазақстан үкіметі беріп отырған. Мен солай ойлаймын. Мен қателесуім мүмкін, бірақ мен солай ойлаймын. Өзі беруі мүмкін. Иә, біздің үкіметтің заказы бойынша Борат осы киноны түсіріп отыр. Неге? Себебі дәл сайлау жарияланған күні Борат мына киноны шығарады. Жарнамасын жаңағы. Иә, премьерасын. Парламенттік сайлауда тұрсыз ғой. Иә, парламент сайлау. Енді 2 айдан кейін сайлау болу керек. Біз 2 ай бойы сайлауды талқылауымыз керек, сайлаудың жаңағы кемшіліктерін айтуымыз керек, мына билікті жамандауымыз керек. Иә, сайлауға жаңағы ұлтшылдардың партиясы тіркемеді деп, сайлау құқығынан айырды халықты деп, осы жерде соны талқылап тұруымыз керек. Жоқ, біз Боратты талқылаймыз енді 2 ай бойы. Бұл біздің билікке өте тиімді. Себебі биліктің алдындағы басты мақсаты бүгінгі күндіз-түні ойлайтын бірақ нәрсе. Қалайда мына сайлаудан жеңіп шығу. Ал бұған не дейсіз? Борат 2 фильмі үкіметтің заказы дейді. Қалай ойлайсыздар? Үкімет бұндай құр-тиқы күнәһар іске бару мүмкін бе? Үкіметтің тағы да қандай кезекті сценарийі бар екен? Құрметті көрермен, біздің арнамызға жазылып, осы видеоның астына өз пікіріңізді қалдырып, лайк басып кетіңіз. Қазақша арнадағы контенттердің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.